Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Өнекбайдың каналына қош келдіңіздер. Бүгін бұл видеода мен сіздерге міндетті түрде коллекторлық компания жайлы ақпарат беруге тырысатын боламын. Жалпы коллекторлық компания шектен тыс мазалаған жағдайда не істеуге болады деген сұрақтардың жауабын беретін боламын. Мені қолдау мақсатында каналыма подписка жасап, осы видеоға лайк қойып кетіңіздер. Сонымен коллекторлық компанияның құқықтары қандай? Заң бойынша, яғни олардың құқықтары сізбен тек қана бір рет тіріде кездесуге, сондай-ақ күніне 3 рет таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін мазалауға құқығы бар. Болды, осымен ешқандай да басқа құқықтары жоқ. Әрине, сізбен коллекторлық компания қазіргі уақытта ешкім тірідей кездеспейді, бірақ кейбір жағдайларда сіздер білесіздер, кейбір банктың коллекторлық компаниялары секундына звондайтын банкты біліп отырсыздар ғой, прекрасно барлықтарыңыз. Күніне 3 реттен асып кетеді кейбір жағдайларда. Кейбір жағдайларда сіздің жеке басыңызға тиетін боғауыз сөздер, ар-намысыңызға тиетін сөздер, былайша айтқанда психологиялық шабуыл жасап бастағанда кез келген адам шыдай бермейді оған. Коллекторлық компаниялармен қосып жаңағыдай ұрысады бірге, солардың жаңағы айтқан қорқыту сөздеріне сеніп қалады көп жағдайда. Олар қандай сөздер айтады? Олар көбінесе сол сіздің әке-шешеңіздің пенсиясын алып қоямыз, немесе балаларыңыздың пособиясын алып қоямыз, немесе әйеліңіздің шотына арест қоямыз, сіз пропискада тұрған үйді тартып аламыз деген, былайша айтқанда ақылға, логикаға сыймайтын дүниелерді айтып жатады. Ал бірақ көбінесе сол қарапайым адамдар заңды білмегендіктен, өзінің құқықтарын білмегендіктен сол шабуылға төтеп бере алмай қалады. Бұл жағдайдың барлығы сіз просрочкада болған кезде 90 күнге дейін де, кейін де болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жағдайда не істеуге болады? Біріншіден, сіз міндетті түрде қай банктан несие алдыңыз? Сол банкке барып өтініш жазасыз. Яғни өзіңіздің жеке басыңызға қатысты ақпаратты үшінші тұлғаға таратпау жайлы өтінішті жазып қалдырасыз. Одан кейін бізде ұлттық банктың жанында қаржы нарығын реттеу агенттігі бар. Сол жерге міндетті түрде шағым жазасыздар. Ол шағымды қалай жазамыз, ол жерде не көрсетеміз, қайда өткіземіз деген сұрақтардың барлығын мен, яғни бұл шағымды дайын түрінде сіздер үшін дайындап қойдым. Менің телеграм каналыма кіріп, сол шағымның үлгісін тегін жүктеп алуларыңызға болады. Ол телеграм каналының сілтемесін мен міндетті түрде осы видеоның төмен жағында қалдырып кететін болам. Міндетті түрде кіріп, үлгісін жүктеп алып, міндетті түрде бұл шағымды жазып, қаржы нарығын реттеу агенттігіне жіберсеңіздер болады. Яғни бұл сіздердің құқықтарыңыз. Ұлттық банк коллекторлық компанияларға қатысты түрлі әкімшілік жазалар және де басқа да шаралар қолдануы мүмкін. Бұл яғни ұлттық банк жаңағыдай ұлттық банктың жанындағы агенттік өзі тексеріс жүргізеді. Ары қарай жаңағы сіз айтқан жағдайлардың барлығы шынында да орын алған болса, демек коллекторлық компанияға белгілі бір жаза қолданады. Ары қарай айта кететін өте маңызды ақпарат: сіздің несиеңіз бойынша пеня тек қана 90 күн ғана өседі. Яғни, мысалы үшін, сіз банкке айталық 1 миллион теңге қарызсыз, 1 миллион теңге қарыз неден тұрады? Ол жерде, мысалы үшін, основной долг, негізгі сума 800 мың теңге болуы мүмкін, 100 мың теңге вознаграждение, яғни сыйақы, 100 мың теңге өсімпұл, яғни пеня болуы мүмкін. Осы 1 миллион теңге банктен коллекторлық компанияға өткенде, ары қарай коллекторлық компания бұл 1 миллион теңгеге бір тиын да қоса алмайды, ары қарай өсіре алмайды. Өйткені біздің еліміздің заңы бойынша кез келген былайша айтқанда несие ақшаның үстіне вознаграждение немесе қандай да бір пеня жүргізу үшін, процент қою үшін, былайша айтқанда ол ұйымдар микрокредиттік қаржы ұйымы болу керек, банк болу керек немесе ломбард болу керек.
тек қана осы 3 ұйымға ұлттық банк лицензия береді. Сол лицензияның негізінде олар әрекет етіп, халыққа былайша айтқанда несие беріп, оның үстінен былайша айтқанда пайда табу мақсатында өздерінің проценттерін қоса алады. Өкінішке орай басқа ешқандай ұйым, тем более былайша айтқанда жеке тұлғалар, бізде өте көп адамдар бір-біріне жаңағыдай процентке ақша беріп жатады, оның барлығы заңсыз болып табылады. Сонымен банк ары қарай не істейді? Немесе коллекторлық компания, яғни сіздің просрочкаңыз 90 күннен асып кетті, уже 180 күн болып кетті, 200 күн болып кетті деген сияқты, ары қарай банк сотқа немесе нотариусқа барады. Ол кезде жағдай қалай болады? Мен бұл туралы сіздерге келесі видеода міндетті түрде айтып беретін боламын. Міндетті түрде каналға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Егер де коллекторлық компанияға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.